Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін ою сызатын боламыз. Қошқар мүйіз оюын сызамыз. Бізге үлкен ою қажет болса, осындай А4 қағазын төртеуін қосып сызамыз. Қосып, осылай 4 қағазды скотчтап, 4 жағын скотчтап аламыз. Барлық шетін скотчтау маңызды емес, ең бастысы ашық болмай, бір-біріне қосылып тұру қажет. Міне 4 ақ қағазымызды скотчтап алдық. Біріктіріп, енді осыларды бүктеміз. 4 бүктеміз. Осылай бір қайрамыз. Екінші осылай қайрамыз. Міне мынау біздің центріміз. Осыны белгілеп шығамыз. Егер байқаусыз сіздер мына жағына ою сызып бастасаңыздар, оюңыз шашып түсіп қалады. Міне, бұл жағына емес, мына жағына сызып бастаймыз. Алдымен қағазымызды қайырып аламыз. Осылай 2 қағаз қосылған жағын бірдей етіп қайырып аламыз. Қайырған шетіміз түп-түзу болу керек, қисық болып қалмасын. Енді екінші жағына. Міне біздің қағазымыз дайын. Енді осы жерге сызып бастаймыз. Міне осылай болып шығады. Қошқар мүйізді оюымызды сызып бастаймыз. Шимай болса да сыза беріңіздер. Әдемі болып шыққанша үстінен басып сыза береміз. Бір жағы келмей қалса, екінші жағын келтіргенше үстінен басып, сызып шыға береміз. Оюды суретші болмасаңыз да осылай сызып үйренсеңіз, қолыңыз үйреніп кетеді. Енді мен оюдың үстінен бастырып шығамын. Қиып жатқанда шатасып кетпеу үшін керекті сызықтың үстінен фломастермен белгілеп шығамын. Міне, енді осы сызғанымызды қиып аламыз.
Бұл оюдан бізге 2 ою шығады. Сол үшін сызықтың бойымен қиып шығыңыздар. Оюды қиып болған соң, осындай артық шетін қиып тастаймыз. Бізде бір емес 2 ою шықты. Ашқанда осындай әдемі 4 жақты ою шығады. Көркеммен. Өте әдемі болып шықты. Өте оңай. Міне осындай әдемі ою шықты. Екінші оюмызды да ашып көреміз. Ол да осындай әдемі ою болып шығады. Бұндай үлкен өлшемдегі оюды жастықтың тысына, көрпешеге қолдануға болады. Келесі сабақта осы оюды матаға қойып, қалай қию керектігін көрсететін боламын. Видеом сізге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.